Саламатсыздар оқушылар, сіздермен бірге әдеттегі Ердәулет ағайларыңыз. Бүгін бізде жаңа тақырып. Бүгінгі біздің сіздермен бірге өтетін сабағымыздың тақырыбы жаратылыстанудағы жетістіктер. 9 сыныптың 30-шы тақырыбын аяқтайтын боламыз. Егер дәл осы бір уақытта біздің арамызда мынандай бір сұрақтар түсіп отыр екен, видеоларға толық доступ ашу туралы. Негізінен біздер курсқа келіп тіркеліңіздер. Курста бүкіл видеоға толық доступ болады. Сол секілді, егер менімен жеке дайындық бастағыларыңыз келетін болса, WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады. Тағы бір айтыла кететін дүние, курстың бағасы енді тіркелетін оқушылар үшін наурыз айынан бастап курстың бағасы қымбаттайды, сондықтан ертерек тіркеліп үлгеруге тырысыңыздар. Біз курста негізінен нағыз ұбт-да келген сұрақтарды талқылайтын боламыз, тақырыптар бойынша тақырыптық тесттер жасайтын боламыз. Сондықтан егер дүниежүзі тарихы пәні бойынша дайындықтарыңызды күшейткілеріңіз келетін болса, сіздерді курсқа шақырамын. Ондай болатын болса, оқушылар, бізде осы тағы бір айтыла кететін дүние, осы бір уақытта бізде мынау 9 сыныптың бірінші бөлімін аяқтайын деп жатырмыз. Негізінен бұл жерде шығарылатын видеолардың барлығы әрине ол видео сабақтар ретінде шығарылады, бірақ нұсқа талдауларда біз әрине ұбт-ның құпиялары туралы, ұбт-да келетін құпия сұрақтар туралы талқылайтын боламыз. Сол секілді, енді бұл біздегі соңғы тақырып 9 сыныптың бірінші бөлімінің. Бұл тақырыптың атауы жаратылыстанудағы жетістіктер. Негізінен бізде дүниежүзі тарихын өткен уақытта біз каждый ойлаймыз ғой, барлығын түсінуіміз қажет деп. Но кейбір уақытта біз жаттайтын тақырыптар бар арасында. И бұл солардың бір тақырыбы. Дәл осы жаратылыстанудағы жетістіктер деген тақырып сондай бір тақырып. Ондай болатын болса, сабағымызды бастаймыз. Енді бізде негізінен осы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жылдардағы ғылыми-техникалық дамудың маңызды бағыттары жаратылыстану революциясымен айқындалған болатын. Себебі осы бір уақытта мемлекеттің жерінде жаратылыстанудағы революция деген дүниелер болды. Жаратылыстанудағы революция дегеніміз не? Жаратылыстанудағы революция дегеніміз бұрынғы адамдардың көзқарасының 180 градусқа өзгеруі. Осы бір уақытта адамдар ол бір уақытта мүлдем ойламаған ғой, қазіргі дейді, соғыс кезінде ең алғашқы танк қолданылды, соғыс кезінде ең алғашқы жаңағы авиациялық ұшақтар пайдаланылды. Адамдар ешқашан ойламаған төбеден бір бомба тасталынады деген. Адамдардың көзқарасы өзгерді ме? Өзгерді соғыстан кейін. Дұрыс па? Дұрыс. Енді қараңыздар, осы соғыстан кейін жетекші орынды әлі де атомдық физика иеленіп отырған болады. Неге атомдық физика дәл осы бір уақытта соғыстан кейінгі рөлді жоғары өзінің қолына иелене алды? Себебі осы бір уақытта бізде ядролық қару шықты. Ядролық қару ол әлемді жойып жіберетін қару. Оны ең алғашында ақш қолданды. Кейін бүкіл әлем дәл осы атомдық физикаға қызыға бастады. Барлық әлем осы ядролық қаруды шығаруға белсене кірісе бастаған болады. Енді негізінен бізде дәл осы бір уақытта, естеріңізде бар болатын болса, бұрын біз Планк пен Бордың негізін қалаған кванттық механика деген ғылым саласын айтқан болатынбыз. Кванттық механика деген ғылым саласының негізгі мақсаты ол біздің көзімізге көрінбейтін атом молекулаларды зерттеу еді. Кейін микроәлемдердің заңдылықтарының салыстырмалық теориясының тұрғысынан алып қарай отырып, ағылшын ғалым теоригі Дирак деген адам 1926-27 жылдар физиканың ғылыми жаңа бағытын жасап шығарған болатын. Бұл бізде релятивистік кванттық механика деп аталды. Кванттық механиканы біз білетін Планк пен Бор негізін қалатын болса, релятивистік кванттық механика, кванттық механиканың тағы бір түрі, релятивистік кванттық механиканың негізін қалған осы Дирак деген адам екен. Осының арқасында электрон теріс мәндер қуаттарға ие бола бастаған болады. Кейін бізде енді бұл электрон, молекулалар, атом деген салалардың барлығы дерлік, ол кванттық механиканың ішінде жатыр. Олардың барлығы дерлік біздің көзімізге көрінбейтін, қалай айтсам болады, бөлшектер деп айтсақ болады. Кейін 1932 жылы американдық ғалым Андерсон деген адам осы қарсы бөлшекті ғарыш сәулелерінің құрамынан тапқан болатын. Және оны позитрон деп атаған болатын. Атомның ішіндегі белгілі бір элементті позитрон деп осы Андерсон айтқан болатын. Оны басқаша қарсы бөлшек деп атаған болатын. Сол жылы, дәл осы 32 жылы, ағылшын физигі Чедвик деген азамат тағы бір қарапайым бөлшек нейтронды ашқан болатын. Тоже жаңағы атомның ішіндегі белгілі бір жаңағы элемент, бөлшек деп айтсақ болады. Нейтронды ашқан болатын. Ол электр қуатынсыз бөлшек болды. Осының арқасында элементтердің периодтық жүйесінің физикалық интерпретациясы аяқталған болады. ұбт-ның сұрағы келеді, осының арқасында, қандай элементтің табылуының арқасында элементтің периодтық жүйесінің физикалық интеграциясы аяқталды десе, ол нейтронның деп жауап бересіздер. Ал енді осы бір уақытта француз физиктері болды. Олар бізде Ирене Фредерик, Жолия Кюри деген азаматтар болды. Ирене Фредерик және Жолия Кюри деген. Олар алғаш рет жасанды жолмен атом ядросын біртіндеп ыдырау нәтижесінде нейтрондар мен
басқа да бөлшектерді бөліп шығаратын радиоактивті изотоптарды ашқан болады. Изотоп дегеніміз не? Ол белгілі бір элементтің, кәдімгідей қалай айтсам болады, енді бұл химия саласы ғой. Енді мен сіздерге қалай түсіндірсем болады химия саласын. Изотоп радиоактивті дегеніміз белгілі бір элементтен шығатын улы заттың изотобын, кәдімгі топ бөлшегін ойлап тапқан, оны бізде осыны ашқан француз физиктер еді, мына екеуі еді. Ал енді одан кейін бізде осы радиоактивтіліктің изотоптарын қолдану, ал олардың 1940 жылдары 200-ден астам түрі ашылған болатын. Нәтижесінде осы бір уақыттағы элементтердің түгелдей дерлік не істелуі, біз білетін элементтердің түгелдей дерлік зерттелуі техника, биология, медицина деген көптеген тамаша жаңалықтарды ашуға мүмкіндік берген болады. Осы химиялық элементтердің ішінара зерттелуі. Сол ішінара зерттеген ол Ириней Фредерик Жоле Кюри деген адамдар екен. Ал енді бізде кейін химия саласында тағы бір дүние болды. Бұл 1939 жыл ғалым Ферми деген азамат екен. Бұл уранның бөлшектенуі туралы айтқан болды. Мысалы, сіздер бір тиктоктан да немесе инстаграмнан мына бір видеоны көрген шығарсыздар, иә? Егер ядролық қару атылатын болса, адам өзі жоқ болып кетеді де, адамның көлеңкесі қалып қалады деген. Бір өйтіп біздің миымызға сыймайды. Адамның өзі жоқ болып кетеді де, адамның көлеңкесі қалып қалады деген. Енді бізде дәл осы бір уақытта осындай ең алғаш ядролық қару деген не бар. Мысалы, қазір әлем елдері Солтүстік Кореядан қорқады. Не үшін қорқады Солтүстік Кореядан? Себебі Солтүстік Кореяда ядролық қару бар. Егер белгілі Солтүстік Корея мемлекетіне басқа бір мемлекет жаңағы қарсы тұратын болса, Солтүстік Корея ядролық қаруын атып жібереді. Ал ядролық қаруда осы бір уақытта мынау уран бар. Ал уран бөлшектенетін болса, ол адамды өлтіреді. Мысалы, дәл осы бір уақытта бізде бұл уранның бөлшектенуі тізбекті реакциясының идеясын қалыптастырған ол Ферми деген азамат етін. Ең алғаш жаңағы уран деген элементтің бөлінуі туралы айтқан осы Ферми деген азамат етін. Уранның бөлшектенуінің тізбекті реакциясын ашқан. Кейін осы уранның бөлінуін зерттеген Фермиден кейін Жоле Кюрилер, осы ерлі зайыпты Жоле Кюрилер осындай реакцияның жүруі мүмкін болатын аппараттың сызбасын даярлап шығарды. Осымен қатарластыра алғашқы атом бомбасының жобасы да әзірленген болатын. Бұның барлығы Американың жеріне жүргізілді. Өздеріңіз білетіндей, атом бомбасы ең алғаш жоба пайда болғаннан кейін атом бомбасы әлемде бір ғана мемлекетке соғыс кезінде атылған болатын. Бұл Жапония мемлекеті. Жапониядан кейін атомдық бомба әлі күнге бір мемлекетке атылмаған. Себебі атомдық бомба атылатын болса, ол жоқ болып жібереді. Оның күші өте жоғары. Мысалы, қазір әлемде 9 мемлекетте атомдық қару бар. 9 мемлекетте олар ешкімнен қорықпайды. Олар мысалы, олардың қатарында Ресей, олардың қатарында Солтүстік Корея, Израиль, ақш деген секілді, Ұлыбритания секілді мемлекеттер бар екен. Енді дәл осы бір уақытта математика саласы. Бізде 2025 жылы нағыз ұбт-да келген сұрақ бар. Бұл мына бір сұрақ. Маңызды физикалық жаңалықтардың ашылуымен қатар 20-30 жылдарында жаратылыстану үшін әмбебап маңызы бар жаңалықтар математика ғылымдары. Математика ғылымдары, осы сұрақ келеді ұбт-да. Осы несімен келеді, сөйлеммен келеді. Математика ғылымдары дәл осы бір уақытта математикалық логика, сандар теориясы, функционалдық талдау, топология және басқа да салаларды зерттеулер ашқан болады. Бір сөзбен математика ғылымының дамуы басқа салаларды не істеген болатын? Толықтай қамтып, дамытқан болады. ұбт-да дәл осы сұрақ келеді. Естеріңде сақтап алыңдар. Енді осы бір уақытта аса маңызды ірі жетістіктерге Германия, Франция, ақш, КСРО мемлекеттерінің математик мектептері қол жеткізе бастаған болды. Осы салаларды зерттеген, математика ғылымын өте қатты зерттеген осы 4 елдің жаңа математиктері еді. Және де бізде микроәлемді зерттеу барысында тұжырымдалған ұғымдар, микроәлем деген біздің көзімізге көрінбейтін жаңа бактериялар, атомдар, молекулалар бар ғой. Осы микроәлемді зерттеу барысында астрономияда, химияда, биология мен медицинада өте тиімді жаңағы пайдаланылған болды. Осы микроәлемді зерттеу барысында әдістердің барлығы дерлік. Енді бізде мемлекеттердің жерінде осы бір уақытта тағы қандай оқиғалар орын алды. Ғылыми жаңалықтар, тағы қандай ғылыми жаңалықтар ашылды. Мысалы, неміс ғалымы Эйкен деген адам болды. Бұл адам 1930 жылы химиялық мәселелерді зерттейтін жаңа бір ғылымды жасап шығарды. Бұл ғылымның атауы химиялық физика деп аталған болды. Енді ұбт-да сұрақ келеді. Химиялық физиканы қалыптастырған адамның есімі кім десе, Эйкен. Негізінен менің слайдымдағы кез келген сөйлем ол ұбт-да сіздерге бір балл алып келеді. Каждый жаттап алу негізі тиісті. Сол секілді органикалық заттарды синтездеу саласында катализм мен полимеризация құбылыстарымен байланысты жұмыстар ерекше орын алған болады. Осы бір уақытта органикалық заттар дейміз, табиғи заттардан қолдан жасалынған заттарды қолдану үшін катализм мен полимеризация құбылыстары қолданылған екен.
Осы уақытта Америка құрама штаттарында, мынау еще ұбт да келген сұрақ, осы уақытта ақш-та, Англияда, ксро-да полиэтилен, нейлонның алғашқы зертхана үлгілері салынған болады. Ол не полиэтилен деген? Ол біз білетін қазіргі баклажканың сырты бар ғой, сол баклажканың сырты осы полиэтилен деген немен жасалынады? Металлмен, жаңағы немен жасалады? Полиэтилен деген белгілі бір жаңағы аты не деп айтсақ болады? Полиэтиленмен жасалынады десекші. Ал қазіргі біз білетін синтетикалық заттардың барлығы нейлоннан жасалынады. И осылардың барлығы мысалы киімдердің сырттарында тұрады, киімдердің ішіне қарасаңыздар полиэтилен деген секілді жазулар тұрады ғой. И олардың барлығы осы ең алғашында ақш-та, Англияда, ксро-да қолданылған екен. ұбт-да сұрақ келеді, полиэтилен мен нейлонның алғашқы зертханалары қай жақта орналасты десе, ақш-та, Англияда, ксро-да дейсіздер. Ал осы бір уақытта биологиядағы физикалық және химиялық әдістердің кеңінен қолдануы осы бір сәтте биофизика, биохимия деген секілді салалардың дамуына алып келген болды. Ал енді тоже ұбт-ның сұрақтары, мынаның бәрі ұбт-ның сұрақтары. Медициналық диагностикада жүрек бұлшық еттері мен бастағы ми функцияларын зерттеуге арналған аппараттар болды. Бұл бізде электрокардиограф және электроэнцефалограф деген жаңағы аппараттар болды. Ғалымдар белоктың құрылысының құпияларын үнілеп алғашқы дәрумендер мен антибиотиктерді тауып, сосын оларды жасанды жолмен жасауды игерген болды. Мысалы, ең алғашқы өздеріңіз білетіндей, бізде қазір мынау креатин немесе бір качок адамдар бар ғой, не ішетін, протеин ішетін. И солардың барлығын белоктар ғой, сол белоктарды жасаудың ең алғашқы жасанды жолын тапты дейді. Кімдер? Ғалымдар. Олар бізде осы бір уақытта қандай антибиотиктерді ойлап тапты? Олар бізде грамицидин, стрептомицин, пенициллин деген секілді антибиотиктерді ойлап тапқан болды. Дәл осы бір уақытта ғалымдар. Биологтардың зерттеулерінде рентгеноскопия, реактивті изотоптар мен электронды микроскоптар пайдалана бастаған болды. Ал физика мен химия саласындағы жер туралы заңның геофизика, геохимия секілді салалардың осы бір уақыттағы біз білетін ғылыми салалардың дамуына алып келген болады. Және де 20-30 жылдардағы техникалық, технологиялық дамудың ерекше сипаты ол осы уақытта емдердің пайдалана алуы. Бұл ғылымдағы жаңалықтардың ашылуына өте үлкен мүмкіндік жасап берген болады. Электр, свет қой, свет. Сол бір уақытта электр энергиясын өндіру, негізінен барынша жетілдіру, жылу электро станцияларын салу есебінен өсіп отырған болады. Енді біздің ұбт-ның базасында сұрақ бар. Су ресурстары бар елдерде кең көлемде қандай жобалар іске асырыла бастады деген. Сіздер айтасыздар, гидроэнергетикалық жобалар іске асырыла бастады дейсіздер. Сол секілді паровоздар мен тепловоз деген тоже осы бір уақытта жаңағы немелер бар ғой, кемелердің орнына жаңа кемелердің түрі аталған болады. Ал 1938 жылы ақш-та, Канада, Англия, Германия мемлекетінде 6 миллион жүк тасушы, 30 миллионнан астам жеңіл автомобильдер тіркелген болатын. Оларға арнап жедел жол шосселері, автожолдар салынған болды. Яғни асфальтпен жол соғылды дейді. Себебі әлемде қарасаңыздар 36 миллион адамның машинасы бар екен. Сол секілді авиация өнеркәсібінің сұранысы алюминий өндірісінің жылдамдығына алып келген болатын. Себебі осы бір уақытта мемлекеттердің жерінде, осы әлем елдерінде көбінесе біз білетін ұшақтар пайда бола бастады. Бірақ ұшақтардың көп бөлігі алюминийден пайда болды дейді. Нәтижесінде алюминийдің мемлекеттердің жерінде өте қатты дамуына алып келді. Мысалы, 1913-1939 жылдары жылдық өсім мөлшері 10 еседен артық мөлшерге жетті. 10 еседен артық біз білетін алюминий қатты өндіріліп кетті дейді. Және бұйымдарды стандарттау дегеніміз не? Стандарттау дегеніміз мынандай. Қазір сіздерде дүние жүзі тарихының 9 сыныптың кітабы бар. Қолдарыңызда барыңызда дүние жүзі тарихының 9 сыныптың кітабы бар. Бірақ сіздер ойлайсыздар ма? Мысалы, сенің классыңда 30 адамда дүние жүзі тарихының 9 сыныптың кітабы бар. Сол 30 кітаптың барлығының сөзі бірдей ғой, дұрыс па? Солардың барлығының бірдей болуы ол бізде стандарттау деп аталынады. Барлығының бір текстта болуы, барлығының бір мазмұнында болуы, барлығының ешқандай өзгерісінің болмауы, сырттарының барлығы ұқсауы. Мысалы, менде қазір 9 сыныптың 2-ші бөлімінің кітабы бар. Бұл сіздердің 9 сыныптың 2-ші бөлімінің кітаптарынан айнымайды. Осындай кітаптардың толтырылып шығарылуы ол бізде стандарттау деп аталынады. И сол бір уақытта стандарттау жұмысы ең алғашында Англияда пайда болады 1901 жылы. Кейін 20-30 жылдары осы стандарттау ісінде біз білетін Америка құрама штаттарда өте қарқынды түрде дами бастайды. Ал енді сол секілді бізде ақш, ксро, Англия, Франция мемлекеттерінде радио байланыстары орнатыла бастаған болды. Радио тарату ісі дами бастаған болды. Англия, ақш, ксро мемлекеттерінде телевизиялық хабарлар тарату жүзеге асырылған болатын. Және қара және ақ түсті кинематограф, ең алғашында кинематограф ойлап тапқан ағайынды люмьерлер бар ғой, естеріңізде бар болатын болса. Олардың ұлы мылқау
кинолары 30-шы жылдары түрлі түс пен дыбысқа ие бола бастаған болады. Ең алғашында оларда ешқандай свет жоқ еді ғой, бірақ 30-шы жылдарға қарай олардың жаңағы кинематографтарында нелер пайда бола бастады дейді, кәдімгідей адамдардың киімдерінің светін, емдерін көрсетуге мүмкіншілік пайда болды дейді. Индустриалдық дамыған елдердің тұтыну тауарларының нарығында радиоқабылдағыштар деген жаңағы нелер ғой, қалай айтсам болады, коммуникациялық байланыс құралдары ғой, кәдімгі телефон болсын, иә, соның барлығы бізде радиоқабылдағыштар деп аталынады. Тоңазытқыштар, кір жуғыш машиналар, басқа да тұрмыстық электротехникалар осы индустриалды мемлекеттерде пайда бола бастаған болады. Ал көркем сурет пен әдебиет дамуына енді өтеміз. Біз техниканы айттық осы бір уақыттағы. Енді біз көркем сурет пен әдебиеттің дамуын айтамыз. Осы бір уақытта көркем сурет пен әдебиеттің дамуы негізінен үш ірі кезеңнен атап өтуге болады. Мысалы, 20-шы жылдары батыс қоғамның көркем сурет шығармашылығында бірінші дүниежүзілік соғыс және оның тікелей салдары елеулі ықпалын тигізген болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін біз білетін жазушылардың еңбектерінде белгілі бір ой туындай бастады. Олардың шығармалары соғыс болғанға дейінгі шығармаларға өзгеріп кеткен болатын. Осылай бізде жаңағы соғысты көрген адамдардың шығармасы 180 градусқа өзгеріп кетті. Жазушылар мен суретшілердің көп бөлігі осы бір уақытта екінші дүниежүзілік соғыстың басталар уақытында фашизм мен тоталитаризм жайлаған елдерден иммиграцияға кетті дегеніміз. Мысалы, Германияның жерден, иә, белгілі бір Хемингуэй деген жазушы кетіп қалды, Ремарк деген жазушы кетіп қалды деген секілді сөз ғой. Осы бір уақытта көптеген елдердің көркемдік мәдениеттерін өзгерістер әкелген болады. Себебі осы бір уақыттағы біз білетін Германиядан, Жапониядан кетіп қалған жазушылардың барлығы дерлік бізде Америка құрама штаттарының жеріне бар. Сөйтеді, ақш-тан пана тапқан суретшілер Нью-Йорк қаласын халықаралық көркем сурет орталығына айналдырған болады. И ОБД-да сұрақ келеді, 20-шы ғасырда халықаралық көркем сурет орталығы десе, Нью-Йорк қаласы деп жауап бересіздер. Ал енді бізде дәл осы бір уақытта осы жазушылардың арасында белгілі бір түсінік болды. Аға буындар және жаңа таланттар деген. Мына жер ОБТ-ның 100% сұрақ келеді осы жерден. Осы слайдтан 100% ОБТ-ның сұрағы келеді. Енді бізде дәл осы бір сәтте мына аға буын өкілдері Францияда кім, Англияда кім, Германияда кім, оны біз жаттауымыз керек. Енді бұл вообще қайдан шыққан? Бізде негізінен ең алғашында мынандай бір не болды. Соғысқа қатыспай шығарма жазғандар, соғысқа қатысып шығарма жазғандар. Мына соғысқа қатыспай шығарма жазғандарды аға буын өкілдері, ал соғысқа қатысып жаңағы шығарма жазған адамдарды жаңа таланттар деп атаған болады. Енді дәл осы уақытта жаңа таланттарды басқаша адасқан ұрпақ деген болады. Бұл адасқан ұрпақ деген сөзді ең алғаш қолданған америкалық жазушы Стайн еді. Ол не деп айтады? Стайн айтады, сол кезде Парижде тұрып жатқан америкалық әдебиетшілер тобын осылай атаған болады. Олар адасқан ұрпақ. Олар соғысқа қатысқаннан кейін олардың шығармалары өзгеріп кетті деген болады. Кейін бұл термин 20-шы жылдардағы әдебиеттегі ағымды білдірген болады. Мына жаңа таланттардың барлығын бізде адасқан ұрпақ деп атаған болады. Мысалы, осы жерден кейін уже ОБТ-ның сұрағы алды. Лекен осы сөйлем бітеді ғой. Білдірді деген сөйлемнен кейін уже ОБТ-ның сұрағы алды. Бұл ОБТ-ның сұрағында былай деп айтылады. Олардың шығармаларында бірінші дүниежүзілік соғыстың адамзатқа қарсы жан түршігерлік залалының наразылық сипаты, өмір сүру мен әлеуметтік шындықтың көңіл қалушылық пен пессимистік көңіл күй тапты кімдердің шығармаларында? Ол бағанағы Парижде тұрып жатқан Хемингуэй мен Дос Пассостың шығармалары еді. Лекен осыны ана жерден алады да мына жерге қоя салады, короче. Олардың шығармаларында деген уже мына негізінен мына жерде тұратын сөйлем ғой. Осынан уже бізде ОБТ-да сұрақ келеді. Олардың шығармаларында бірінші дүниежүзілік соғыстың адамзатқа қарсы жан түршігерлік залалына наразылық сипаты, өмір сүру мен әлеуметтік шындықтың көңіл қалушылығы сипатталды. Ол осы Хемингуэй мен Дос Пассостың шығармалары. И мына конечно, мәдениет тағдыр ешкім жақтырмайды мәдениет. Оны жақтап алу керек и все. Мысалы, осы бір уақытта Хемингуэйдің Феста, Қош бол қару деген шығармасы бар. Ремарктың Батыс майданда өзгеріс жоқ. Олдингтонның Батыс өмірі, Батырдың өлімі деген шығарма бар. Осы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде жарық көрген болатын. Сол секілді осы уақытта модернистік заманауи әдебиетте шеберлердің шығармалары жарық көре бастады. Мысалы, англо-ирландық жазушы Джойстың шығармасы болды, ол Уиллис деп аталынды. Капка, Америка, Процесс, Бекініс деген романдары болды. Француз, ол бізде Фруст болды, ол жоғалған уақытты іздеу деген романы болған болды. Ал Элиот болатын болса, ол өздерінің өлең жинақтарын жасап шығарған болды. Ал осы 30-шы тақырыпта айтылатын ең соңғы дүние бұл экзистенциализм. Негізінен экзистенциализм деген ғылым, ол не вообще түсіндірейікші? Бұл негізінен философиядағы бағыт. Бұны бір сөзбен қазір біз қалайтын болады. Сіздер бұны кітаптағы сөзбен оқитын болсаңыздар, бәлкім түсінбейтін шығарсыздар, бәлкім түсінесіздер. Но бірақ экзистенциализм деген сөздің негізі мағынасы не? Давайте мен кітаппен қарамай, былай сіздерге түсіндіріп берейін.
Экзистенциализм дегеніміз негізгі мақсаты ол осы бір уақытта оның өкілдері бар еді. Камю, Сартр, Ясперс деген секілді. Олар бүйтіп айтады, короче. Бізде дейді, барлық адамның негізі өмір сүру деңгейі қалай айтсам болады, өмір сүру бір дейді. Осы бір уақытта бұл экзистенциализм дегеніміз философиядағы белгілі бір бағыт. Бұл бағытты таңдаушылар былай деп түсіндіреді. Бұл өмірде ешқандай мағына жоқ дейді. Иә? Адам болып өмір сүрді, сен өмірге келдің және өмірден өлесің дейді. Бұл өмірде ешқандай мағына жоқ дейді. Сен қанша бұл өмірдің мағынаны іздеген сайын, ақиқатты іздеген сайын, сен бостан босқа өз күшіңді құртасың дейді. Бұл өмірдің ешқандай мағынасы жоқ дейді. Экзистенциализм бағытында. Иә, олар айтады, адами құндылықтар, оны адам өзі қалыптастыру қажет дейді. Мысалы, адам белгілі бір таңдауды жасады дейді. Мысалы, белгілі бір адам белгілі бір таңдауды жасады. Бірақ сен сол таңдауды жасағаннан кейін, сен оған өкінетін белгілі бір оқиға болды. Сол өкінген уақытта сен қоғамды, не болмайтын болса басқа адамдарды кінәлауыңмен болмайды. Экзистенциализм бағытта айтылады. Адамның мені болуы қажет. Адамның мені дегеніміз, адам дейді, осы бір уақытта өмір сүру философиясы болу керек. Адам өзінің өмірін өзі жасай алу қажет дейді. Адами құндылықтар дейді, адами құндылықтар. Ол мынау қоғамдағы айтқан сөздермен қалыптаспау қажет дейді. Мысалы, сенің достарың темекі шегіп тұр, сен барып темекі шегуің қажет деген не жоқ. Сенің өзіңнің құндылығың бар, и сол құндылықпен өмір сүруің қажет дейді. Бұл экзистенциализм өкілдерінің барлығы айтады, адам өзінің меніне ие болу қажет. Адам өзінің меніне ие болу қажет. Әрбір адам жеке тұлға. Және де ол тұлға ретінде өмірге келіп, тұлға ретінде өлу қажет. Мысалы, сен біздің қоғамда андай адамдар бар ғой, иә, феминизм, иә, әйел мен еркек тең. Бірақ сен ол сөзді қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, ол сенің өзіңнің қалауың ғой шыны керек. Иә, сен оны қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, ол өзіңнің қалауың. Осы бір уақытта экзистенциализм бағытта айтады, адами құндылықтар ол өзі қалыптастыру алу қажет дейді. Адами құндылықтар ол басқа жақтан келмеу қажет дейді. Адам жасаған істердің барына дейін өзі кінәлі дейді. Сен тағдырдан, сен Құдайдан ешқандай бір жақсылықты күтпе деп айтады экзистенциализм өкілдері. Енді Фройд айтады, мен түсіндіре алдым деген ойдамын. Экзистенциализм өкілдері айтады, осы бір уақытта бұның экзистенциализм бағытының ең басты ұстанымы ол жеке жауапкершілік еді. Мысалы, осы экзистенциализм ғылымының дамуына мына Фрейдтің психоанализдік философиялық концепциялары, Бергсонның өмір философиясы зор ықпал еткен болады. Енді бұның ұбт-да бізде мына бір сұрағы бар өзі. Әлемде адамдардың өз орнын таба білуіне, өзінің меніне ие болуға көмектескен философиядағы сала деген ұбт-да сұрақ келеді. Сіздер айтасыздар, ол экзистенциализм дейсіздер. Оның Германиядағы өкілдері Ясперс пен Хайдеггер, Францияда Сартр мен Кассет. И бұл ретте мен түсіндіре алдым деген ойдамын, оқушылар. Жаттау қажет, жаттау қажет. Одан кейін тағы бір айтыла кететін дүние. Осы бір уақытта, егер жаңағы дүниежүзі тарапынан тағы да мәліметтер білгілеріңіз келетін болса, менің инста парақшама тіркеліп кетіңіздер. Мына жерде тұр. Кеттік. Сау болыңыздар.